Ассалаумағалейкум. Кейде өмір біз елестеткендей болмай шыққан кезде, ой жүріп тіл жылдам, өзімізді емес өзгелерді кінәлап, қоршаған ортаны кінәлап, тіпті тіліміз Құдайға да тиіп кететін жағдайлар болып тұрады. Десек те әркімнің өзінің Алланың берген ырзық несібесі бар маңдайында. Ал енді жетістікке жеткен адамдар да диванда отырып жетпегенін ұмытпағайсыздар. Ал енді Алланың берген ырзық несібесіне шүкірлік етпеу, ол Алланың қаһарын тудыратын нәрсе. Себебі Алла тағала айтқан екен, мен сендерді өзіме құлшылық ету үшін жараттым. Ендеше уақытыңды бос ойын күлкімен өткізіп жүрме. Мен сенің ырзық несібеңді дайындап сақтап қойдым. Ендеше өзіңді шаршатпа. Егер де мен берген нәрселерге разы болатын болсаң, мен сенің жаның мен тәніңе тыныштық сыйлап қоямын. Және менің алдымда мақтаулы боласың дейді. Ал егер де мен берген нәрселерге разы болмайтын болсаң, жер бетінде ентіккен жануардай шапқылайтын боласың. Түбінде бәрібір мен үлестіріп бергеннен артығын ала алмайсың. Ей адамның баласы, мен жер менен көкті жараттым. Ол мен үшін түкке тұрмайды. Мына сені бір үзім нанмен қамтамасыз ету маған қиын болсын ба дейді. Ойлаңызшы, не деген ой саларлық дүние. Құран аяттары. Сол үшін әркімнің Алла берген ырзық несібесі бар, соған шүкіршілік ете білу керек. Мен сіздерге айтайын, қанша мыңдаған адамдар жабылып сізге жақсылық жасаймын десе де, Алланың маңдайыңызға жазған жақсылығынан артық жақсылық болмайды деген хадисте. Сол секілді қаншама адам жабылып жаманшылық жасайын десе де, Алланың сізге маңдайыңызға жазған жаманшылығынан артық жаманшылық болмайды. Себебі адам тағдырын жазатын жаңағы ручкалардың пастасы баяғыда таусылып, сиясы баяғыда кеуіп қалған деген хадис бар. Ендеше Алланың берген ырзық несібесі өзіне лайықты бар екен ғой деп диванда жата беру емес. Ол дегеніміз Алла тағаланың ырзық несібесімен бөлек сенің отбасыңның алдында, әйел бала шағаңның алдында, әке шешеңнің алдында өзіңнің атқаратын міндеттерің бар. Оларды асырауың керек, қорғауың керек, пана болуың керек деген сияқты. Осы іс-әрекеттерді жасай отырып еңбектенетін болсаң, Алла ісіңе береке беретіні ақиқат. Оған еш күмәнданбау керек. Ал кейде енді күнделікті қайталанатын тірліктен қашып кететінім рас. О, сөзімнің басындағыдай. Бүгін бірақ ондай кезде жаңағы менің қоршаған ортам дұрыс емес, достарым нашар, күйеуім ақша таппайды, қатыным поддержка бермейді деген сияқты сылтаурумен өзіңді жей беруге болмайды. Себебі мынау алақандай ауылда отырып мұрнын неше құртысып жүрген адамдар бар. Алла тағаланың дүниесі, байлығы қалада немесе далада деген нәрсе жоқ. Ол шексіз кез келген жерде әрекет еткен адамда әркімнің өзінің тағдырында әрекет еңбегіне қарай болатын нәрселер. Енді сонда да күнделікті бай болсын, шаруа болсын, адамның күнделікті тірлігі қайталанады. Ол ақиқат нәрсе. Ол кейде қажытады, қандай болмасын. Сондай кезде жанындағы адамдардың жаңағы қолдауы өте маңызды. Мен бұны неге айтып отырмын? Бүгін менің келіншегім таңертең ұйқыдан тұрғысы келмей, жаңағындай күнде сол бір тірлікті қайталаймыз, өмір өтіп кеткенін байқамаймыз деген сияқты әңгімелермен оянды. Бұрын ұйқым қанбай тұрғым келмейтін еді, қазір ұйқым жоқ, бірақ сонда да тұрғым келмейді деген сияқты. Мына жалғанда қызық қалмады дейді. Енді мен қолдау білдіруім керек қой келіншегіме. Не десем екен деп абай атамыздың мына сөзі түсті. Ол да өзінің сөзінен есіме түсті. Ойлы адамға қызық жоқ, мына жалғанда дейді. Ойлы адамға қызық жоқ, мына жалғанда дейді да. Деп күліп алды да қайтып тірлігін жалғастырып кетті. Осындай қанатты сөздерменен бір ауыз жылы сөздермен не дейді? Жылы сөз жан азығы дейді ғой. Бір-бірлеріңізді қолдап, қошеметтеп, мақтап жүрсеңіздер, өмір әлдеқайда жеңілірек, өмір әлдеқайда күштірек, қымбатырақ, құндырақ болады. Аман болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.